Сәлем достар, сіздермен бүгін мен Мерей, және де біздің видеомызға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомыз өте қызықты видео бойында тұр. Себебі бүгін біз 24 сағат бойы 2000 теңгеге өмір сүретін боламын. Яғни сіздерге қалай мектепке барам, және де мектепте қандай таңғы ас ішем, 2000 теңгеге обед, ужин барлығын алатын боламын. Және де осы челленджді қиындату үшін торговый центрге барып, тоже бір нәрсе алатын боламыз. Конечно, 2000 теңге жетпейді барлығына, сол себептен бүгін қиналып жүретін боламын. И сіздерге оның барлығын көрсететін боламыз. Сол себептен сіздерге бұл видео ұнау керек. Видео бастамас бұрын лайктарыңызды басып, өз пікіріңізді комментарий жазып қойыңыздар. Және де біздің әлі де арнамызға тіркелмесеңіздер тіркеліп алыңыздар, себебі алдыда әлі де күшті видео шығатын болады. Ал енді біздің видеомызды бастайық. Кеттік, сразу мектепке күнімізді көрсетемін. Қазір біз асханаға келдік, и осы жерде бірінші ақшамызды жаратып бастаймыз. Достар, бізге пакет. Амен өзімізде пирог алдым. Бізде достар селісу. Оған су ішеміз. Это уже очень много. Қасында кірген тиктокерлер, достар. Айнан әдемілеп сүртіп қопты. Бізде өте күшті болып қар жауып жатыр. И біз қазір Жанар үйіне келдік. Мен, Тоғжан, Гүласал қазір Жанар үйіне кіреміз. Жанар, привет. Мынау үй текен. Жоқ ол кіші. Қараңыздар, қандай әдемі дастарханда қойдым. Қазір енді жейтін боламыз. Сағат бізде уже 12:43 болды. Давайте. Короче, біз деген қайттық, достар. Біз шыққанша қараңыздар, қандай күшті қар болып кеткен. Короче, мен деген әлі көп ақша жаратқан жоқпын. Тек қана азанда сол 300 теңгемен жүрмін. 300 теңге ғана жаратқан болатын. И қазір білмеймін, тегін тамақ болып кетті бүгін жата. Казиге барамыз енді. Мен деген үйге келдім, және де менде бүгінгі күнге 2000 теңге, өздеріңіз білесіздер. Соның уже 300 теңгесі жаратылып кетті. Бағана көрсеткен заттарды алдым. Және де енді менде 1700 теңге бар. Ол бізде түскі асымызға, кешкі асымызға, транспорттарға, соның барлығына жету керек. Одан кейін мен челленджіміз қызық болу үшін ТРЦ-ға барым келіп тұр. Яғни магазинге, сөйтіп магазинде бір нәрсе алу деген өзіме задание қойғым келіп тұр. Себебі түскі ас, кешкі асқа мен ойымша 1700 теңге жетеді смело. Және де мен қазір удостоверение түсуге бара жатырмын. Я, мен туған күнім октябрьдің 10-ы болып қойса да, мен әлі алған жоқпын, удостоверение әлі түскенде жоқпын. Сол себептен вот ту куәлігім. Енді мен деген транспортқа отырмаймын, потому что мен папамен барам. Папаның машинасымен тегін жетіп алам, и қайтқанда тоже тегін қайтамын. Сол себептен ешқандай қазір ақша кетпейді. Но по дороге мен бір нәрсе алғым келіп тұр. Сол себептен ол кезде уже ақша кететін болады. Папа уже келді. Қазір қарайтын боламыз. Вот, біз деген келдік уже. Қазір енді көтеріп бара жатырмыз. Біз талон алдық. Енді қазір өзіміздің кезегімізді күтіп отырмыз. Операторға жолыңызды өтінеміз. Все, достар, менің кезек келді. Мен деген қазір тұрдым. Удостоверениеге келген кезде сразу ұйықтап қалдым. Ешқандай затты жемей. Енді қазір мен деген торговый центрге барайын деп тұрмын. Себебі қазір мен осылай жүре берсем, кешкі асты алып 1700 теңгемен уже челленджді бітіріп тастаймын. Сол себептен давайте бірге ТРЦ-ға баратын боламыз. Сосын сол жақтан уже түскі асымызды, кешкі асымызды ішетін боламыз. Негізі мен қазір түскі ас деп айта алмаймыз уже, потому что сағат уже 6 болып жатыр. Уже кешкі асты ішетін уақыт. Сол себептен торговый центрге барып бір осы менің 1700 теңгеме бір келетін бір затты алып, және де кешкі асты ішетін боламыз. Мен деген такси заказ бере салайын дегенмін. Сөйтсе таксидің бағасын қараңыздар, 2100, даже подождать деген өзі 2100 болып тұр. Ал бүгінгі маған берілген ақша ол 2000 теңге. Сол себептен енді автобуспен баратын боламыз. Вот біздің автобус келді. Мен деген таксимен бара салатын шығармыз деп ойлап, короче, тегін автобусқа билетімді тастап кетіппін. Енді қазір 90 теңге төлеп боламыз. Вот менің каспиімде ровно 1700 теңге тұр. Қазір енді QR-мен автобусты төлейтін боламыз. Biz degan уже пересадкамен екінші автобус
келдік. Экспо жақтамыз уже. Бірақ өте қатты қалдық. Прям өте суық. Астана қазір қар жауып тұр. Біз қалса екенбіз өте қатып келе жатырмыз. Достар, біз наконец-то жеттік. Дала өте суық. Прям ужас. И адам да көп емес сияқты. Себебі бүгін дала шынымен кәдімгідей суық болып тұр. Просто посмотрите на меня. Даже аузым әрең қиылып тұр. Короче, шаштарым қатқаған. Но қазір көрінбейді, но барлығы өте қатып тұрған. И бетім, мұрным барлық қызарып кеткен. Біз наконец-то уже ішіндеміз. И қазір мамамен Алияны күтетін боламыз. Қазір да тоже қатып келдік. И все, біз деген кардиологқа өткізіп жатырмыз. Қазір кеттік. Бүгінгі күнімізді кішкене естелікке бір зат алғым келіп тұр. Но енді өте арзан зат алу керек, потому что менде 1700 теңге, оның қазір мен кешкі асқа қалдыру керекпін. Но все-таки хотя бы бір естелікке кіп кішкентай зат болсын алғым келіп тұр. Мысалы, мынандайлардың бағасын көрейік. 1300 теңге. Болмайды, достар. Басқа арзан зат керек бізге. Біз қазір нормальный заттар таптық, но даже бір арзан зат для губтың өзі 1500 теңге тұрады. Но біздің қазір немізге жетпейді сумамызға. Ал мына гель для губ бізде 700 теңге тұрады. Ой, 800 теңге тұрады екен. Мынау 700 теңге тұрады дегенім. Вот 755 теңге. Бірақ менде бар негізі гель для губ, поэтому маған не керек емес. Дәл қазір не алсам болады. Примерно осы заттар кішкентай бір зат алайын деп тұрмын. Біз қазір екеуміз Галмартқа келе жатырмыз. Қазір жүр тезірек. Уже мама келіп қопты. Тауып алғанша біз осы жерде жүре тұрамыз. Короче, бір нәрсе жегім келіп тұр мен. Короче, мен деген осындай фриз алғым келіп тұр, потому что маған өте ұнайды осындаймы. Поэтому осыны аламын. Қазір сен алатын болсаң, өз ақшаны ал. Мен өз ақшама осыны аламын, достар. Потому что маған өте қатынайды дәмі. И, короче, мынандай алғым келген. Мінекей осындай. Но потом передумала, короче, поэтому оставалось. Қазір өзіміз туристік жерге келдік. Давайте ойнаучек. Немене нәрсе? Біз қазір мамамен кездестік и Мангодамыз. Өзіме қазір киіп көргенге өте осындай әдемі кофточка тауып алдым. Қараңыздар, әдемі осындай лапша түрде и осындай ұзын бір жіптері бар екен, белге байлап қоятын. Қазір әдемі болса алғым келіп тұр. Но мен негізі бүгінгі челлендждегі бағасына, конечно, жетпейді. Но потом көреміз енді. Мен деген киіп көрдім өте әдемі болып тұр. Маған ұнап тұр, андай женственный болып, өте әдемі болып тұр. Но мен бір нәрсені түсіндірген жоқпын. Мынау не үшін алып болсын. Қараңыздар, мен бойымен бірдей болып тұр. Бұл не істеймін бұны? Ертең мынау екеуі былай жоқ болғанда өте әдемі болатын еді. Но мына ұзынды былай байлап қойын десенде, осылай бір түрлі қалды екен, аяқ осылай болып. Поэтому мына короче түсінбей тұрмын. Вот біздің Алиямызға келе жатыр. Ханзада екеуміз өлі масқара қайтып келдік. И бұл жолы су алуға келдік. Ханзада менің ақшама өмір сүріп жүр. Мен өзім 2000 теңге әрең өмір сүріп жүрсем, қазір менің ақшама өмір сүріп жүр, достар. Қазір біз фист алатын боламыз. Осындай ромашкадан мен и бағасы 515 теңге. Бағана қалай жасайтын үйреніп алдым, достар. Ана полоска не алмадық. Мен деген бағанаға киімді алып жатқан жоқпын. Мамалар болды кассада тұр и мама өзіне киімдер алып жатыр. Мен алмаған себебімнің екі себебі бар. Біріншіден бізде бүгін челлендж 2000 теңге ғана бар менде. Ал ана киім, конечно, 2000 теңгеден көп. Екінші себебі ана ұзын ниткалардың қай қатығатынды түсінбедім. Функциясын, короче, түсінбедім моделін киімнің. Поэтому ала қойым деп шештім. Вот. Қазір енді менде 800 теңге тұр екен. Каспиімді қарасам, енді 800 теңгеге каким-то образымен кешкі ас ішу керекпін. Қазір мамалар күштілеп жеп отқан кезде мен деген 800 теңгеге булочкасын да жеп отыратын жан, потому что білмеймін, басқа не келетін 800 теңгеге. Все, мама өзіне көп заттар алды. Енді қазір кесеміз, достар. Мен маникюрім. Біз қазір Леонардоға келдік. Бұл жақта білмеймін, Ханзада бір нәрсе аламын деп кірдім. Мен енді еш нәрсе алмайым. Сушеный апельсин дейді ма? Ойлап бітір екен, достар. 800 теңгеге не алсам, вот даже мынандай кіп кішкентайдың өзі, алмазный мозаиканың өзі 2000 теңге тұрады.
И ол менің бюджетіме өте сәйкес келмейді. Апельсин. Деп бағана ғана мен ана жақта ұстап көрсеттім. Уже, иә. Короче, біз қазір флодамыз. И Ханзада аяқ киім алып жатыр. Короче, менен басқан бәрі заттар алып жатыр. Мен жүрмін. Біз қазір тамақ ішуге келдік. Және мен Баханзиден алым кетіп тұр. Вот, онлайн заказ береміз. Ой. Қазір деген мен көріп жатырмын, но менің қалған сумама ешқандай жетпейді та, қараңыздар. Тек қана фри бар 600 теңгеге. И фриге қосылған мынандай соусы 150 теңге. Сонымен ақшам бітеді деп білеткен. Сол себептен мен тек қана қазір осындай бір фри және соус алатын боламын. Бізде 750 теңге шығады екен. Вот, бізде 750 теңге. Менде 800 теңге қалған етін, 50 теңге сонда бізде қалып қалды. Ханзада өзіне қараңыздар, қандай күшті, прям тоятындай донер алды. Менің ақшам бұндағы жетпейді боятын, мен алған жоқпын. Но Ханзадаға ас болсын. Менікі потом келеді. Менікі, короче, 10 минуттан кейін дайын болады. Достар, маған отбасым осындай кола берді. Тегін, достар, ура! Сол, короче, енді кола мен фрим қазір дайын болсын. Вот, ішетін боламыз. Бұл негізі коланың бағасы 450 теңге тұрады екен. Вот. Өте жақсы. Отбасыма рахмет. Алып кеттім. Осылай үлкен неге сатып берді. Но кішкентай ішінде. Қазір енді мен де жейтін боламын. Короче, достар, Мери деген өзінің 2000 теңгесін бітіріп тастаған, и сол үшін кешкі асқа только фри алды да. И мен оған как-то бір түрлі қалдым. Сол үшін тойып жеп алсын деп мен Баханзиден тоже тағы заказ бердім. Осындай бір бургер. Бұл бізге Мериге. Мерей. Саған бургер тағы. Достар, маған тегін тамақтар беріп жатыр. Короче, саған тегін кола мене. Бұл саналмайтын жарайын челленджіне, иә? Рахмет. Болады ғой? Иә, болады. Мынау біздің тағы да бір заказымыз. Қан ала берейін, иә? Бір рет әйтеуір дегенде 2000 теңгеге тамақ жеп өмір сүремін деп ойлап едім. Қараңыздар, сол не болып кетті. Мамалар өздеріне осындай суши заказ берді. Енді мен де бірге жейтін боламын. Потом чикен заказ берді. И әркімнің соқтары. И маған әлі подарка алып келдім. Мынандай өте әдемі бургер. Түрі өте әдемі. Вот. И мынау менің фриім. Қазір бәрін жейтін боламыз. Ас болсын сізге, достар. Мери деген 2000 теңгеге өмір сүремін деп аз ғана тамақ жеймін депті, но на самом деле ондай болып жатқан жоқ, наоборот, күндегіден де көп нәрсе жеп жатырмыз. Как думаете, достар, негізі мен челленджді дұрыс сақтап жатырмын ба? Себебі мен деген тегін тамақтарды санап жатқан жоқпын. 2000 теңге, конечно. И вот. Если дұрыс емес деп айтсаңыздар, дұрыс емес деп жазып кетіңіздер, или дұрыс болса, дұрыс деп жазып кетіңіздер. Осымен біздің видео аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамыз. Ұнаса лайктарыңызды басып, өз пікірлеріңізді комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар арнамызға тіркеліп қойыңыздар. Егер де осы челлендж сіздерге ұнаса, екінші бөлім шығаратын боламыз. Екінші бөлімінде уже Алия сіздерге осындай 2000 теңгеге өмір сүріп, өзінің 24 сағатын көрсететін болады. Сол себептен давайте лайктарыңызды басып кетіңіздер, және де Алия тағы да осындай видео түсірсін деп жазып кетіңіздер комментарияға. Бүгінгі челленджіміз сіздерге ұнады деген ойдамын, және де барлығы әділетті болды деген ойдамын. Келесі видеода жолыққанша, всем пока. Пока-пока.